Ассалаумағалейкум. Бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтарымен студияда Мадир Ғалиұлы. Бүгін Ұлытау облысының әкімі Берік Әбдіғалиұлының төрағалығымен 2023 жылдың алғашқы аппараттық жиналыс өтті. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Аппараттық жиында күн тәртібіне 3 мәселе шығарылды. Оның алғашқысы ауыл аманаты бағдарламасы туралы және аталған жобаның біздің өңірдегі жүзеге асырылу барысы жөнінде. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы саласындағы түйткілді мәселелер де назардан тыс қалмады. Бұл сұрақтарға ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының басшысы Қайрат Мутаев егжей-тегжейлі тоқталып өтті. В нашей области данный проект. Бұл бағдарламадан күтер үміт көп. Біздің аймақта биыл өз бастауын алады. Республикалық бюджеттен 570 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. Пилоттық жоба ретінде өңіріміздегі 5 ауылда мал шаруашылығы бойынша кооператив құрылады. Атап айтар болсақ, Жаңарқа ауданына қарасты Ералиев ауылы мен Жаңарқа поселкесінде және Ұлытау ауданынан Жангелді, Мейбұлақ, Шеңбер ауылдарында. Ауыл аманаты жобасының ерекшелігі құрылған кооператив мүшелерінен өндірілген өнім нарықтағы бағадан анағұрлым төмен бағада сатылады. Сондай-ақ бағдарлама аясында Ұлытау облысында өндірілетін әлеуметтік азық-түліктер қатарын көбейту де қарастырылуда. Ет проблема емес бізде. Нан, он бізде вот из 19. Да. У нас проблемы другие. Я сказал, эти проекты надо использовать для хотя бы, они не решат, но хотя бы активно использовать личный подсобный хозяйстводағыларға. Теплица ұстаймын дер, тіпті анау жай шөп, жуа, жай неше түрлі шөптер бар ғой, укроп, петрушка, соның бәрін де әкеледі ғой масқа. Қарағандыдан. Осы жерде өсіре алмайтындай соны. Соларға неге жасап бере алмаймыз мүмкіншілік? Шағын теплицасын ашып беруге берейік. Саладағы сан алуан мәселелерді өңір басшысы ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы мен Ұлытау әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына бірлесе шешу тапсырды. Берік Әбдіғалиұлы облыс аумағында бау-бақша өнімдерін егу жұмыстарын кеңейту керектігін, бұл бағытта жұмыс істейтін шаруалардың шаруасына қолғабыс ету қажеттігінде назарға алды. Күн тәртібіндегі екінші мәселе Ұлытау облысындағы жылыту маусымының өтуі туралы болды. Бұл мәселе бойынша облыс әкімінің орынбасары Ұлантай Үсенов баяндама жасады. Жезқазған қаласында бүгінгі таңда қазір 5 қазандық жұмыс істеп тұр. 5-ші қазандықты қазір қосып отыр. 1 қазандықты жөндеуге шығарды. Нөмір 9-шы 2 қазандық жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. Өткен аптада бізде Қарабас станциясына темір жолға байланысты біраз көмір жеткізу кідіртулер болған. Бірақ енді қазіргі таңда көмір жеткізу жұмыстары қалыпты деңгейде жүргізілуде. Қаңтар айының екінші жартысы аязды болатындығын алға тартқан облыс әкімі жылу электр орталығының жұмысына тоқталды. Өңірге қарасты қала аудан әкімдері Zoom платформасы арқылы қосылып, елді мекендердегі жылыту маусымы жайында ақпарат берді. Күн тәртібіндегі соңғы мәселе жолдарды қысқы күтіп ұстау туралы. Жасыратын жоқ, жаңа жылдың алғашқы күндері толассыз жауған қар мен кешегі күндері жауған жаңбыр жол қозғалысына едәуір шектеулер келтірген. Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мен төтеншеліктер тынымсыз жұмыс атқаруда. Нақты айтап өтетін болсақ, кешегі қолайсыз күндерді ауа райына байланысты бізде республикалық жол бойынша көп ақаулар болды. Оның ішінде 2-3 қаңтар күндері республикалық маңызы бар жолда 22-18 шақырым аралығы Жезқазған-Сәтпаев аралығында қардың күрт түсуіне байланысты шамалы ақаулар болды. Бірақ уақытында жұмыстар жүргізілді. Бұл жерде атап өтетін жағдай республикалық маңызы бар жолдар бойынша қазавтожолдың техникаларының жетіспейтіндігі байқалды. Өйткені ол кісілерде Ұлытау жақ төңірегінде бүгін күні кеше жол жапқан болатынбыз, республикалық жолды бүгін таңғы сағат 8-де аштық. Бірақ Ұлытау мен шекара, Қостанай облысының шекарасына дейінгі жол бүгін күні официально олардың құжаттары бойынша ашық, бірақ бүгін күні ол жерде жол жоқ. Берік Әбдіғалиұлы Жезқазған Арқалық бағытындағы жолды аршуды жеделдетуді тапсырды. Қазавтожолдың техникаларының аздығы мен жиі бұзылуы көп жұмысқа кедергі болып тұр екен. Жиында көтерілген мәселелердің ешқайсысы ескерусіз қалмайды деді өңір басшысы. Мұқағали Сейітқазы, Сергей Майкович, Ұлытау телеарнасы.
Елімізде бірқатар әлеуметтік төлемдер мөлшері өсті. 2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасы заңына сәйкес 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап жыл сайын зейнетақы және әлеуметтік төлемдердің мөлшерін арттыру бойынша Ұлытау облысында бірқатар жұмыстар жүргізілді. Осы жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі жалақы мөлшері 70 мың айлық есептік көрсеткіш 3450 теңге болып бекітілді. Мемлекеттік базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері 24341 теңге болса, толық еңбек өтілі болған жағдайда ең төменгі зейнетақы 53076 теңге болды. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің мөлшері 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап алынатын мөлшерінен 10,5%-ға арттырылды. Сонымен қатар біздің зейнеткерлерге жақсы жаңалық, жасына байланысты жаңадан тағайындалатын зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу үшін ескерілетін ең жоғарғы табыс 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 46 айлық есептік көрсеткіштен 55 айлық есептік көрсеткішке дейін арттырылды. Немесе теңгемен айтқанда 189.750 теңге болып құрады. Сондай-ақ мүгедектігіне байланысты асыраушысынан айырылған жағдай бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы мөлшері де ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің ұлғаюына байланысты өсті. Мысалға, бірінші топтағы мүгедектерге төлемнің мөлшері 77.889 теңге болып белгіленді. Екінші топтағы мүгедектерге төлемнің мөлшері 62.068 теңге болып белгіленді. Үшінші топтағы мүгедектерге төлемнің мөлшері 42.190 теңге болып белгіленді. Бала күтіміне байланысты төленетін қаржы да өсті. Бірінші балаға 19.872, екінші балаға 23.494, үшінші балаға 27.083, төртінші және одан да көп балаға 30.705 теңге беріледі. Бұған дейін президент бала күтіміне берілетін төлем мерзімін 1,5 жылға ұзартуды тапсырған еді. Енді төлем алып отырған баланың ата-анасы жұмысқа 1,5 жылдан ерте шыққан жағдайда әлеуметтік төлем мөлшері мемлекеттік жәрдемақымен бірдей деңгейде есептеледі. Гүлмұрат қызы, Мержан Мырзахмет, Ұлытау телеарнасы. Қазір көзін тапқанға кәсіптің түрі көп. Ежелден мал бағып, оның игілігін көргені қазақ үшін бұл таңсық емес. Мысалы, Ләззат Сәбденова есімді жерлесіміз ешкі сүтіне деген сұранысты ұтымды пайдаланып өзінің шағын кәсібін ашып алған. Ешкі сүтінің адам денсаулығына қаншалықты пайдалы екенін айтып жатудың өзі артық. Ғалымдар оның сәби үшін ана сүтін алмастыра алатын бірден-бір азық екенін де дәлелдеген. Ал кеше коронавирустық пандемия басталған тұста ел тұрғындары саумалмен бірге осы ешкі сүтін жаппай сатып алып жатты. Өйткені оның құрамындағы пайдалы дәрумендер иммунитетті күшейтетін қасиетке ие. Жезқазғандық Ләззат Сәбденова қора-қора мал ұстамай-ақ айналдырған 5 ешкінің сүтін сатып пайда тауып отыр. Қазір ешкілері суалған, дегенмен көп ұзамай дертке шипа ешкі сүтіне ұзын сонар кезек басталады, дейді кәсіпкер. Себебі 90 мыңнан астам тұрғыны бар Жезқазғанда ешкі өсіріп сүтін сататын адам санаулы. Ерекшеліктері жаңағы сүт ең аз болғанда енді күніне 2 литр сүт береді ғой. Сол адам денсаулығына өте пайдалы. Бірінші өзім кішкене денсаулығым шамалы сыр бергеннен кейін, сосын тағы халыққа да пайдамыз дейіп, сүтін сатып пайда көрейін деген мақсатта. Бұл Альпі тұқымына жататын ешкілер, сүтті әрі суыққа төзімді. Мемлекет қолдауымен іс бастаған Ләззат Сәбденова оның әр басын 250 мың теңгеге сатып алған. Бұйыртса кәсібін бірер жылда үлкен фермаға айналдыру жоспарында бар. Бұлардың бір ерекшелігі 2 төлден жоғарыға қарай әкеледі екен. Сондықтан да төлден де пайда түсіруге болады, етін сатуға болады, не көбейтуге болады, тез көбейеді. Мен өзі басымнан өткен еді, бұл ешкіні осы 2005 жылы бір 2 ешкі алғаным бар еді. Сөйтіп күзге қарай алып, көктемде жаңағы 2 ешкі 5 лақ туып берген. Сөйтіп 2 ешкім 7 лақ болды да. Сондықтан да мен ешкіге қызығып, сол. Енді Алла бұйыртып атса, мына ешкілер көбейсе, үлкен ферма, сүт фермасын ашқым келеді. Бизнестің көзін табу үшін кәсіпкер әйел кәсіпкерлікті дамыту жобасы аясында 1.225.000 теңге грант алған. Жалпы Жезқазған қаласы бойынша аталған жоба шеңберінде биыл 83 адамға 400 айлық есептік көрсеткіш көлемде қайтарымсыз қаржы рәсімделген. Жалпы бұл ретте қалада әлі толық қалыптаса қоймаған бизнес түрлеріне басымдық беріліпті. Қазіргі таңда олардың 83 адамның 41-і
әлеуметтің осал топтары қамтылған, және 42-сі жастар 29-ға дейінгі. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың айтуы бойынша жыл басында жастарды жан-жақты қолдау, жастарды тұрақты жұмыспен қамту немесе өз кәсібін ашам деген жастарға қолдау білдіру мақсатында осы гранттар биылғы жылы бөлінген болатын. Өткен жылғымен салыстырғанда әрине гранттың көлемі 200 МРП-ға айлықтық есептік көрсеткішке өсті, ұлғайды, яғни өткен жылы 200 айлықтық есептік көрсеткіш болған, бұл үстіңгі өзіміздегі жылы 400 айлықтық есептік көрсеткіш. Бұл жоспар келесі жылға да қарастырылған, яғни сонымен қатар жастарға 2,5% жеңілдетілген несие беру қарастырылып жатыр. Яғни ол деген сөз жастарға үлкен мүмкіндіктер бар, өз кәсібін ашамын деген жан-жақты жастарды тұрақты жұмыспен қамту, сонымен қатар жастарды кәсіпкерлікке баулу болып табылады. Негізгі салалар мал шаруашылығын дамыту мен қызмет көрсету, соның ішінде сән салондарын ашу. Бұл гранттың негізгі мақсаты аз қамтылған жанұя мүшелеріне, сонымен қатар көп балалы аналарға, яғни не болмаса мүгедек бала асырап отқан кісілер, я болмаса мүгедектерге, бірінші, екінші топтағы мүгедектерге беріледі. Жалғас Әдуақасов есімді жерлесіміз болса, пониді кәсіп көзіне айналдырыпты. Жануарларды жақында ғана Алматыдан арнайы әкелген. Шыны керек, бұл да жезқазғанда бұрын соңды болмаған кәсіп. Қазірдің өзінде оның қызметіне сұраныс көп дейді кейіпкеріміз. Жезқазған бойынша пони ешкімде жоқ қой. Мен балалардың да ойнайтын, қызық көретін Жезқазғанда бір қызық нәрсе болсын деп, осы пониді алып келдік Алматыдан арнайы. Бір емес екеуін алдық. Сұраныс бар ғой, мысалы мына жерде Samsung'та ДЦП балалар келіп отырады дейді, еміне жақсы болады дейді. Жүреді ғой. Енді Жезқазғанда бұл біреу болғасын, ешкімде болмағасын жүреді ол сұранысқа. Әзірге кішкентай балаларға қызмет көрсетіп жүрген Жалғас болашақта понилардың санын арттырып, шағын болса да иппотерапия орталығын ашуды көздейді. Бизнес жоспары да әзір тұр. Маржан Ғабдсаттар, Думан Оразов, Ұлытау телеарнасы. Облыс орталығында алғаш рет Q17 арена атты киберкафе ашылды. Енді жезқазғандық киберспортшылар киберкафеде бас қоса алады. Жалпы бүкіл әлемнің назарын аударған киберспорт Қазақстанда ресми түрде танылып келеді. Оған дәлел жерлесіміз Олжас Есентаев жақында ғана Дубайда өткен әлем чемпионатында бақ сынаған болатын. Заманауи спорттың дамуына енді Жезқазғанда да жол ашылмақ. Қаламызда жас кәсіпкерлердің бастамасымен киберкафе жұмысын бастады. Оның ашылуына эстрада жұлдызы Нұржан Кеременбаев та арнайы келді. Енді түрлі Қазақстанның түкпір-түкпірінде болып жүрміз. Әсіресе оңтүстік өңірлерінде көптеген кәсіптерді көреміз, кәсіпкерлерді көреміз. Соның барлығын осы Жезқазған өңірінде болса екен дейміз, Ұлытау өңірінде болса екен дейміз. Сондай бір көріністің, әдемі көріністің иесі болып жатырмыз, куәгері болып жатырмыз. Құтты болсын, берекелі болсын, ойын-сауық орталығы ашылуымен салтанатты түрде бүгін құттықтаймын. Бұдан да бөлек жақсы жобалар осы Ұлытау өңірінде бола берсін. Киберкафе алғаш рет 1991 жылы шілдеде Сан-Францискода Уэйн Григори кофеханалар желісін құрған кезде пайда болған екен. Бүгінде Қазақстанда мұндай кафелер үлкен қалаларда көптеп ашылуда. Есенберлің 2-4 мекен жайында орналасқан ойын-сауық орталығында киберспортшыға керектің бәрі бар. Біздің киберкафенің ерекшеліктері, біздің осы жобаның басшылары Жезқазған қаласындағы барлық киберспортсмендерге қолдау көрсетуге дайын. Біздің киберкафе, киберорталығымыз барлығы соңғы үлгідегі жабдықтармен жабдықталған. Киберкафеміздің ерекшеліктеріне келетін болсақ, біздің мекемеміз тәулік бойы жұмыс істейді. Тәулік бойы қала тұрғындарына, барлық киберспортшыларға қызмет етуге дайынбыз. Баласы атқа мінсе, анасы тақымын қысар демекші, осындай орталықтың ашылуына келген ата-аналар балаларының жасаған қадамдарына сәттілік тіледі. Ал енді мына балаларымыздың бастамасы, бастап атқан бизнестері құтты болсын. Бұл енді халқымыз бүкіл Қазақстан бойынша жақсы үміттеміз, жақсы табыста болады деп, жақсылық әкеледі деп, амандық болсын енді. Бүгінгі балаларымыздың ашып атқан бизнесі құтты болсын, тек жемістерін көрсін, балаларымыздың кәсіптеріне сәттілік тілейміз.
Киберспортпен шұғылдану үшін қуаты күшті компьютерлер қажет. Интернет желісінің жылдамдығы өте жоғары болуы керек. Осыны ескерген жас кәсіпкерлер Дәурен Бекешенов пен Жасұлан Әбжаппар орталықты қажетті жабдықтармен толық қамтыған. Гүлмарат қызы Мейіржан Мырзахмет, Ұлытау телеарнасы. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.